Сәлем баршаға. Күн дүйсенбі демек шоу-бизнес өкілдерінің Instagram парақшасын бір шолып шығатын уақыт келіпті. Олай болса экранға жақынырақ отырыңыздар, бастайық. Көлсайдағы жағдай. Оны ұмытайықшы. Қолымда бір қамшым бар сәлінгірдей атанды елге тентек кәдімгідей. Бір тентек ел ішінде жүрмей мекен, соңыма неге түстің бәрің бірдей деп Төреғали жүрген шығар. Алайда мұна әннен кейін тұтытыны демек тентек Төреғали Төрәліні кешіруге болатын шығар. Қателіктерім үшін сұраймын мен кешірім. Негізі ең алдымен сүйінші жаңалықтан бастағым келіп тұр. Мұрат Мұтырғановтың екінші баласы дүниеге келді. Кестетігер дүниеге келді. Ал қыркүйек айының соңында Асхат Тарғын да 4-ші сәбиінің дүниеге келгенін айтып сүйіншілеткен еді. Балапандарыңыздың бауы берік болсын. Енді өздеріңіз секілді өнерлі болмаса да, әйтеуір әріптестеріңізге ұқсап тентек болмасын. Ал Төреғалимен алло деп ән шырқап дуэт болған Еркес Махан досын уайымдамайтын сияқты ма? Парижде жүр. Ой, қарындас, солай демеңіз, сөйлейді солай неге қыз. Әлде бұл жағдай болмай тұрып, Ерке билеті ерте алып қойды. Арзан болсын деген ниет қой. Кейін оны өткізіп, әріптесінің жанында қолдау көрсетейін десе, билет құнның 50%-ын алып қалатыны бар. Соны ойлаған шығар. Жарай, демалсыңыз енді сәтті өтсін. Ғашықтар қаласында өз азаматыңызды жолықтырыңыз. Жоқ, ондай азамат емес. Махаббатыңызды жолықтырыңыз дейм. Айтпақшы, тағы бір сүйінші жаңалық бар. Шашуды дайындаңыздар. Әнші Әміре бас қаладан үй алыпты. Бір кеште өнер көрсетіп, содан алған ақысына баспана алған. Сонда шамамен гонорарды есептей беруге болатын шығар. Жоқ дегенде 30 миллионның үйін алған шығар, я. Біреудің қалтасындағы қаражатты санаудан аулақпыз. Енді сол баспанада басыңызға бас қосылсын деп қана тілейміз. Мен әзірге осы, келесі жолыққан жаман сау болыңыз көрермен, апта сәтті өтсін.